Физика 7 сынып Кромгурт кітабынан 97 беттегі жаттығудың 5 себебін шығаратын боламыз. Так, бірінші есеп, электровоз вагондарды 320 кН күшпен тартып келеді. Кедергі күші 180 кН. Бұл күштердің тең әрекеттік күшіне тең. Жалпы бізде F1 деген тарту күші, F2 кедергі күші. Жалпы тең әрекеттік күшін табу үшін мынау тарту күші F1, содан F2-ні азайтамын. Сонда 320 көбейту 10-ның 3 дәрежесінен азайтамын 180 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Бұл сіздерде тең болады 140 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон немесе 140 килоньютон болады. Бұл есептің жауабы. Келесі, денеге 9 ньютон күш әрекет етеді. Тең әрекетті күш осы күштің бағытымен бағыттас және 7 ньютонға тең болуы үшін қандай күштер қай бағытта түсіруіміз керек. Енді қараңыздар, мынандай F деген күш әрекет етеді мына денеге. И айтады бізге тең әрекетті күштің бағыты да осы күшпен бағыттас болу керек дейді. Және де ол 7 ньютонға тең болу керек. F2 күшіміз қандай болу керек? F2 күш мынау F күшке қарама-қарсы бағытта әсер ету керек. Енді оның мәнін табу үшін, яғни F1 деген күштен азайтамын F2 деген күшті, бұл F тең әрекетті күшке тең болады. Енді F1 деп отқан 9, F2 деп отқан бізге керек, F1 7. Сонда минус F2, 7-тен 9 айтсам ол минус 2, сонда F2 деп отқанымыз 2 ньютон болу керек екен. Жауап 2 ньютон. Келесі, денеге F1 3 кН және F2 4 кН күш түсірілген. Денеге түсірілген екі күштің тең әрекетті күші неге тең және қай жаққа бағытталған дейді. Енді бұл жерде бізде тең әрекетті күшті табу үшін үлкенінен кішісін азайтасыңдар. Үлкені бізде F2, одан кішкентайын азайтам F1-ді. Сонда 4 көбейту 10-ның 3-тен азайтам 3 көбейту 10-ның 3-ті. Бұл деген сөз 1 көбейту 10-ның 3 дәрежесі ньютон болады. Және де оның бағыты үлкен күштің бағытымен болады. Бұл деген сөз үлкен күш бізде F2, онда оның бағыты оңға қарай болады. Келесі есеп, А нүктесіне түсірілген үш күштің тең әрекетті күшін табыңдар және бағытын көрсетіңдер дейді. Тең әрекетті күшін табу үшін ең бірінші мен мына екі бағыттас күшті қосам, яғни F1 қосу F2. Одан мына 2 ньютон күшті азайтам, ол F3. Менде тең әрекетті күшін тауып алады екем. Сонда F1 мен F2-ның қосындысы 5 қосу 2 азайтылған 2. 7-тен 2-ні азайтсақ 5 ньютон болады. Және мына А денесі қай жаққа қарай бағытталады? Күші қай жақта көп, сол жаққа, яғни 5 пен 2-ні қоссаң 7 ньютон, осы 7 ньютон жақпен бағытталады. Значит, ол солға қарай. Келесі, денеге бір түзудің бойымен 3 ньютон, 4 ньютон, 5 ньютон күші әрекет етеді. Бұл күштердің тең әрекетті күші қандай мәндерге ие болуы мүмкін дейді. Енді бірінші жағдай, мына денеге барлық күш бірдей бағытта әсер етуі мүмкін. Онда біз жалпы барлық күшті қосамыз. F1 қосу F2 қосу F3, себебі бір бағытта. Енді қоямыз сан мәндерін. 3 қосу 4 қосу 5. Сонда бұл болады 12 ньютон. Келесі, F тең әрекетті күшін табу үшін F1 мен F2 бір бағытта, F3 оған қарсы бағытта. Онда F1 қосу F2 болады да, F3-ті азайтып тастаймыз содан. Сонда бұл тең болады 3 қосылған 4 минус 5. 7-тен 5-ті азайтсақ 2 ньютон болады. Fr. Келесі үшінші жағдай, бізде F1 мен F3 бір бағытта, F2 қарама-қарсы бағытта болса, онда F1 қосылған F3 минус F2 болады. Сонда F1 мен F3-ті қосатын болсаңдар, 3 қосылған 5 минус 4. 5-ке 3-ті қосаң 8, 8-ні 4-ті азайтсаң, онда ол 4 ньютон болады. Келесі төртінші жағдай, F2 мен F3 бір бағытта, F1 қарама-қарсы бағытта, онда тең әрекетті күшін табу үшін F2 қосу F3 минус F1. Сонда F2 мен F3-тің қосындысы 5 қосылған 4 азайтылған 3. 5-ке 4 қосаң 9, 9-дан 3-ті азайтатын болсаң, тең әрекетті күші 6 ньютон болады. Осымен есеп аяқталды.